Жастардың Шымкентке толса бәрі, шабыт қысты бізді ел қоршағалы. Онынан туып айым қайта келдім. Оразамның тигендей он сабабы. Енді елім қолдасаң көсілейін, ақының мәре жаққа жол салады. Мәреге жету үшін маңызды ғой, тұлпардың қай аяғы болса дағы әгигәгім. Демеймін, жігеріміз қирап жатыр, Шымкент ақындарды жинап жатыр. Үлкендерді салып та бұл исламға, Шымкент ақындарды қинап жатыр. Ұл едім үлкендерге жағалаған, сүбелі сөзің әркез саралаған. Айтыстың кенжесі боп жүруші едім, жұпталыпты әлидей баламаған. Енді ғана үйрендім інілікті, Құдай-ау саған қалай аға болам, әгигәгім. Шапыр. Тұлпарымның тұяғын тағалағам, мен өзіңді мықтыға баламағам. Өзім енді іні боп үйрендім ғой, дегеніне мойын бұрып қарамағам. Сен іні болсаң, іні бола берші, өзім ақ мына саған аға боламай. Жұрт қалай мықтыларға тең емесін, Ислам Әли деген шын бөлегесім. Күміс домбыра жеребе болып жатыр. Жұрт бізді мықтыларға, жұрт бізді қошеметке бөлегесін. Біз осыған отырмыз, дәл қиналып. Жыр үстімізден шумақтар себелесін. Жеребе айтысына мың рахмет, кеңейткен айтысымның керегесін ай. Ағажан емессің ғой тегіп өтен, осында желмаядай желіп өтем. Мен сенің бір мініңді айтайыншы, демеймін осы жерден кері кетем. Бұл Әли 12-де болса дағы, сахнада ауызы берік екен. Ал менің қарсылас Әл ағамыздың ауызы берік емес, серік екен ай. Дейсің бе інім маған аға болам, сөздерің айтып отыр бала жаман. Уайымдама аға боп қиналмайсың, інім бол мына бізді ағалаған. Біз қонақ боп келгенде ауылына, ұқсамай сен отырғың жауылына. Уайымдама мен саған аға болып, бауырымды басамын бауырыма. Дейсің бе талайларды ұшырғанмын, мен делге сондай жырды ұсынғанмын.
Ауызымды серіктеп айтып жатсың. Ақынның бағалайды ісім дәлгім. Сапар деп ауыз ашқан едім ғой мен. Мұсылман боп дәретпен ғұсылдалдым. Сондықтан сен біздерге мін тақпағын. Қайраған жас бөрінің тісің дәлгім. Міндетсіну ораза ұстағаның міндетіне жатпайды. Мұсылманның әгигәгім, ай. Дейсің бе шаппа-шаптан қашпас едім. Суырып салғанда мен саспас едім. Сен өзіңнің еліңде отырсың ғой. Сылтауың жоқ ендеше басқа сенің. Айтыс болса егерде біздің елде, мен де бауырым аузымды ашпас едім. Жөн болар бүгін жақсы жырлағаным, демеймін мәре жақтан құр қаламын. Ислам әли бірісін жас жүйріктің, үлгі еткен бұл даланың тұлғаларың. Қола домбыра алып ең 5 ай бұрын, намысын қорғаймын деп шымғаланың. Одан әлі 1 жылда өтпеді ғой, қатты сенің екен ғой жырға жаның. 1 жылда 2 домбыра алам дейтін, аппетиті жақсы екен бұл баланың әгигәгім. Ағасы бұл сөзіңе сеніп тұрмын. Осы жырыңменен аузыңды берік қылдың. Бағанағы құтылған өлеңіне шынымен менде аңтаң болып тұрмын. 2 домбыраны бірден алсам не болыпты? Шынымен желмаядай желіп тұрмын. Жаңа жылда жаңа жүлде алсам ба деп ниетімді жаңартып кеп отырмын. Ау, жаңа жыл бола қалса дала гүлдеп, ағайын қолдасаңдар балдарыңды. Жаңа жылдан 3 ай өтіп кетті ғой деп, ел отқанын әлидей бала білді. Бірақтан ағайын мына мені тыңдаңыздар, Әли қолға домбыра ала білді. Жаңа жыл деген кезде мен өз басым Наурыздан білмейм басқа жаңа жылды. Айтысып мен осында көп оттым ғой. Өлең өріп осында кел аттым ғой. Мен саған серіксің деп айтқан жоқпын, мен саған примерна деп айттым ғой. Шын қоржынға мен алтынды сап қойғанмын. Талай жүлдені ап қойғанмын. Қайта тиістің мына маған. Бауырым ағасы бұл сөзіңе тек тойландым. Сенің енді қуыратын тауығыңды мен бұрында қуырып жеп қойғанмын. Сөзіне бұл інімнің сәл күлеміз. Қалқап кеткен тектілерден бар білеміз. Қыран деп мен отырсам мына сені тауықтан аспадыным әңгімениз. Ақынның жырын елім тыймас балдай, болмасын көнілімнен күй қашқандай.
Мен саған тиіспеймін еркелетем, өйткені інімсің ғой қимас жандай. Екеуміз аға мен іні болып жүрейік та, бірге жүріп әрқашан күйдастандай. Исі қазаққа бауырым танылайық, Исатай мен Махамбет сыйласқандай әгейгім. Жақсы, рахмет Ибрахим, ол күйіндей ғой. Жақсы, рахмет. Соңғы үшінші айналым айтысу оңай емес, сондықтан қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Ал қазылар алқасы айтысты бастаған бер жағындағы Ибрахим Қазыбек Павлодар, Исламәли Шымкент, Исламәли Біржанұлы. Исламәли, енді бір жұбымыз қалды.